Көп адам ағылшын тілін жылдап оқиды, бірақ сөйлей алмайды. Себебі олар дұрыс бастамайды немесе қиындатып жібереді. Көбісі ойлайды, мен грамматиканы толық үйренсем, сосын сөйлеймін. Бірақ ол олай емес. Сөйлеу арқылы ғана сөйлеу дамиды. Мысалы, жүзуді үйрену үшін жүзу сабақтарын қарап жүре беру жүзіп үйретпейді. Жүзіп үйрену үшін жүзу керек. Сол сияқты ағылшынша сөйлеу үшін қазір сөйлеп бастау керек. Ал қазір оны қалай, неден бастаудың ең тиімді жолын көрсетемін. Ол patterns қолдану. Pattern дегеніміз шаблон, дайын үлгі. Осындай дайын үлгілерді қолдану сөйлеуге өте оңай. Бір құрылымнан бірнеше сөйлем шығаруға болады. Мен осы әдісті өте жақсы көремін. Және сіздерге де кеңес беремін. Мен көп сөз білемін, бірақ сөйлей алмаймын дегенді көп естимін. Себебі сөздерді үйренгенмен қалай қолдану керектігін білмегендіктен. Ал бұл дайын үлгілер ағылшынша сөйлеуге тез көмектеседі. Ең көп қолданылатын, ең керекті дайын үлгілердің біріншісі I want to. I want to. Қалау. Мысалы, I want to sleep. Мен ұйықтағым келіп тұр, немесе мен ұйықтағанды қалаймын. I want to go. Мен барғым келіп тұр, мен барғанды қалаймын. I want to buy. Мен сатып алғым келіп тұр. I want to speak English. Мен ағылшынша сөйлегім келеді. Көрдіңіз бе? Дайын үлгі өзгермейді, тек әрекеттерді өзгертеміз. Екінші pattern I need to. Қажеттілік. Мысалы, I need to work. Маған жұмыс жасау қажет. I need to study. Маған оқу қажет. I need to clean. Маған тазалау қажет. Мұнда да дайын үлгі өзгермейді, тек әрекеттер өзгереді. Ал егер етістіктерді емес, зат есім қолданғымыз келсе, онда to-ді алып тастаймыз. Мысалы, I want chocolate. Мен шоколадты қалаймын. I need confidence. Маған сенімділік қажет. Яғни зат есімді қолданғымыз келсе, to қолданылмайды. I want пен I need дан кейін бірден зат есімді қолданамыз. Үшінші pattern I like to. Бір нәрсені ұнату. Мысалы, I like to read. Мен кітап оқығанды ұнатамын. I like to eat chocolate. Мен шоколад жегенді ұнатамын. I like to drink tea. Мен шай ішкенді ұнатамын. Мұнда да дайын үлгі өзгермейді, әрекеттерді өзгертеміз. I have to. Міндетті білдіреді. Мысалы, I have to work. Мен жұмыс жасауға міндеттімін. I have to wake up early. Маған ерте тұру керек, немесе мен ерте тұруға міндеттімін. I have to help. Мен көмектесу керекпін, немесе көмектесуге міндеттімін. Бесінші pattern I'm going to. Бұл құрылым жоспарды білдіреді. Мысалы, I'm going to learn English. Мен ағылшын тілін үйренейін деп жатырмын. I'm going to cook. Мен тамақ пісірейін деп жатырмын. I'm going to rest. Мен демалайын деп жатырмын. Яғни, I'm going to құрылымы мен бір нәрсені істейін деп жатырмын дегенді білдіреді. Бұл құрылымдардан кейін міндетті түрде етістікті қолданамыз. Не үшін бұл patterns тиімді? Себебі миымыз оңай болғанды, қайталанғанды жақсы көреді. Бұл patternsті көбірек қайталай беру арқылы еркін сөйлеу өте оңай. Алысқа кетудің қажеті жоқ, күнделікті не істейтінімізді, отбасы, жұмыс, тіпті не сезінетінімізді де осы дайын үлгілер арқылы айтуға болады. Мысалы, I feel дайын үлгісін алайық. Мұнда біз сезім сөздерін қолданамыз. I feel не сезініп тұрғанымызды айтуға көмектеседі. Мысалы, I feel happy. Мен өзімді бақытты сезініп тұрмын. I feel tired. Мен шаршап тұрмын. I feel worried. Мен уайымдап тұрмын. I feel relaxed. Мен еркін сезініп тұрмын. Енді осы сөйлемдерді бірге қайталайық. I feel nervous. Мен қобалжып тұрмын. I want to speak English. Мен ағылшынша сөйлегім келеді. I need to start. Маған бастау қажет. I'm going to use patterns.
Мен дайын үлгілерді қолданайын деп жатырмын. I have to practice a lot. Маған көп жаттығу керек. Дәл осылай күнде 5 сөйлемнен қайталай беру керек. Іштен емес, дауыстап айтып, ауызды жаттықтыру керек. Айнаға қарап та, диктофонға жазып та айтуға болады. Барлығын бір уақытта үйрену керек емес, ең бастысы қате болса да, аз-аздан тұрақты үйрену ең дұрыс жол. Осындай дайын спикинг үлгілері туралы сабақ пайдалы болса, комментарийге жазыңыз. Келесі сабақта тағы да керекті patterns көрсетемін. Көріскенше, бай-бай.